Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақ ет арнасының көрермендері, жаңадан қосылып жатқан подписчиктер, қалдарыңыз қалай? Үй бала шағаларыңыз, мал жандарыңыз аман есен бе? Біз қаладан ауылға, қыстақтан жайлауға көшіп бара жатырық. Қаладан алған 8 бас еркек торпағымызды салып жібердік. Bir құнан, bir тай, сосын артылып қалған рулонды да кетіп бара тұрып қой. 15 қап арпа артылып қалған дробленка. Соны әкетіп бара жатырық, бәрін жібердік. Мен артынан шықтым. Заттарымызды, киім-кешектерімізді тиеп алып, мохитомызды алып кетіп бара жатырық. Алла сәтін салып жетеміз, Алла қаласа. Так, ара қашықтық ровно 186 шақырым, бірақ Қарағандыда 186 болмайды. Шамамен 170 сондай болып қалатын шығар. Нокас қаланың шеті магистраль, автобан. Әр қаратай автобанмен жүреміз, содан кейін асфальт. Сөйтіп ауылға жетеміз, Алла амандығын берсе. Бұны қысқаша видео шолу. Жолдың качествосы осындай міне. Ал сәттілік тілеңіздер. Жазғы сезонный мал бағу басталды деп айта беруге болады. Жол болсын, жолымыз болсын, аман есен жетіп алайық. Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақ ет арнасы көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мал жандарыңыз аман есен бе? Процедура. Мектепте бізде мектеп оқып жүрген кезде уколға келетін, екеуге укол салуға. Сол кезде қашатынбыз. Мыналарда да сондай тема болып отыр ғой. Ивермек егеміз. Так, общий 24 бас. 24 бас ақбелдік. Көні бар, кішісі бар, аралас. Так, бөлсе кетейін. Міне 24 бас. Алла амандығын берсе, бірінші жайылымға шығады қазір. Бір күн тұрды, бір-бірімен иіскесіп, танысып, амандасып. Аллахтың қалауымен Алла амандығын берсе егеміз. Мынау біздің мороз, патсос. Мынау біздің будулай. Бұқалардың ішіндегі ең мощный бұқа осы болып тұр, тфай. Жоқ енді, мощный деген кезде андай бұқалық бітімі жағынан. Так, Аллаға шүкір, бәрі жақсы, бойшаң, әдемі. Бисмилля деп егеміз. Енді егу процесін сіздерге көрсете алмаймын. Өйткені телефон ұстап тұратын адам жоқ. Енді болашақта Алла қаласа, Алла амандығын берсе, подставкалар алып әдемі съемкалар, әдемі видеолар түсірем деген ойдамын. Сол бисмилля деп егеміз. Осы видеоға Алла амандығын берсе
осы егу процесін көрсетпей осылай егем, қазір шығарам, жайылымға шығады, бірінші жайылымдары. Осы видеода бәрі көрінетін болады, Алла қаласа. Осы видеоға кешегі алып келген жолдағы жүргендеріміз соның бәрі бір кадрға кіреді. Өйткені бізде ауылда сет ұстамайды. Сондықтан бәрін бір кадрға жинап, бір видео жасап, Алла қаласа саламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, көріп отырыңыздар. Бір аптада бір видео шығарып отыруға тырысамын, Алла амандығын берсе. Міне мен молодняктарым алған. Мына жерде 24 бас, енді Аллахтың қалауымен 33 бас молодняк керек тағы да. Бір жерден қарақ қойғам, оптым негізі керек еді, бірақ оптым шықпай жатыр. Алла амандығын берсе, бұйыртса, 1-2-ден, 3-4-ден жинаймыз деген ойдамын. Алла амандығын берсе. Мен осындай кішіректері бар араларында. Өзі құрыққа кіріп кеткен бағаға, бірақ ештеңе етпейді. Алла амандығын берсе, бұлар да өсіп үлкен мал болады. Міне ивермек егіп болдық. Бір-бірін иіскеледі, жалады, түні бойы үйреністі бір-біріне. Міне енді дробленный арпа салып қойдық. Қазір жеп, кішкене қораға үйренеді, шарбаққа үйренеді, бір-біріне үйренеді. Алла амандығын берсе, жем-жеп біткеннен кейін Алла қаласа бисмилля деп жайылымға шығарамыз.